дайынбыз ғой, иә? Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбымыз, иә? Балдар дайынбыз ғой, иә? Ең әуелі өткен сабақты еске түсіруіміз үшін бізде жұмыртқа жинаймыз мына жерде. Яғни өзімізге жұмыртқа жинаймыз. Ол үшін мына есептер бізде мына жұмыртқаның ішінде берілген. Осы есептерді алу арқылы бірінші тұрған бізде қай тақырыпқа берілген? Жай бөлшектерді көбейту тақырыбына. Екінші тұрған есеп қосу тақырыбына. Үшінші тұрған есеп жай бөлшектерді азайту тақырыбына берілген. Мына жерден тез келеміз, жұмыртқаларды алып бөлінеміз. Осы есеп көбейту қай адамға беріледі? Сол көбейту тобына бөлінеміз. Жай бөлшектерді көбейту. Мына жаққа отырамыз балдар. Жай бөлшектерді қосу. Мына жерге келе ғой, Нұрали. Жай бөлшектерді қосу, мына жаққа отырамыз. Жай бөлшектерді азайту, ортаға отырамыз. Азайтулар ортаға, көбейтулер мына жаққа. Тобымызға бөлініп алсақ, енді өткен сабақты қайталау бойынша үй тапсырмасын тексереміз. Үй тапсырмасында сендерге есеп берген балдар, иә? Қай есепті берді үйге? 602-ші есеп берілді үйге. Бәрімізде үй тапсырмасы бар ғой, иә? Тексереміз. Дәптерімізді ашамыз. 602-ші есептің біріншісінің жауабы қараймыз. Жол-жолмен шығарамызда жауабы 7-ге тең болады. Шықты ма? Бірінші көбейту амалын орындадық, иә? Екінші көбейткішті орындадық. Сосын екеуін не істейміз? Азайтамыз. Шыққан сандарды санға қосамыз, иә? Сонда 7-ге тең болды ма барлығымызда? Бағдаршамымызды көтереміз. Бәрімізде бар болса жасылды көтереміз. Дұрыс болса жоқтарымыз қол көтере салайық енді. Аха, жасы барлығымызда түгел, иә? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызды, яғни жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу тақырыбын балдар өзіміз ашамыз. Ол үшін алдымызда бізде ақпарат берілген, газет берілген. Сол газетке сол жаңа тақырыпты өздерің сендерге видеоролик жіберген кеше, иә? Сол видео есімізді көріп алып, видеороликте сол бойынша сол постты қорғаймыз, тақырыпты. Бөлуді қорғайсыңдар, тек бөлу туралы мысалдар қарастырасыңдар. Анықтамасын айтасыңдар. Жарай ма? Сендер соны қорғайсыңдар. Ал сендердің топтарың жай бөлшек аралас сандарды бөлуді көрсетесіңдер. Жарай ма? Аралас сандарды бөлуді анықтамасын айтамыз, сосын мысал қарастырамыз. Ал сендер сол екі тақырыпты қорытындылайсыңдар. Түсінікті ма? Екі тақырыпқа мысал қарастырасыңдар. Мына екі топтың айтылмағанын сендер айтасыңдар. Жарай ма? Дайынбыз ғой, сосын балдар. Одан кейін артынан фишбон әдісін қорғаймыз, балық қаңқасын. Ол үшін мына жерде мен стикер жапсырып қойған уже. Жоғары жағына балдар, жоғары жағына сұрақ қоясыңдар. Берілген тақырыптарың бойынша, мысалы сендерде бөлу тақырыбы ғой, жай бөлшектерді бөлуге 2 есеп бересіңдер. Оны екі топтан біреуі қорғайды. Түсінікті ма? 2 есеп. Бірінші посттерді қорғап аламыз, сосын мына жаққа мысал жазамыз. Астына жауабын 2 топ жазады. Түсінікті ма? Тоқтарға келіп қорғаймыз. Посттеріміз қорғайып келіңдер. Ал сұрағымызды сендер матопқа беріңдер. Матоп шешесіңдер. Ал келіңдер қорғаңдар. Қалған екі топ тыңдаймыз. Жай бөлшекті бөлу үшін біз бірінші мысал ретінде 9-8 көбейту 56-45 тасақ болады. Оның арқасында біз бірінші бөлшекті өз орнына қалдырамыз. Ал екінші бөлшегін алымын бөлімі қылып, бөлімін алымы қылуға болады. Солайша біз шешу шығады. 9-8 бөлу 56-45 тең 9-8 көбейту 45-56 тең болады 405-448 тең 1,405-43 шығады. Және тағдыр қалдыратау болады. Олардан 14-5 көбейту 7-25 бөлу 7-25 тең 14-5 көбейту 25-7. Бізде бірінші 14-7 қысқарады. Олар бізде 14-2, 7-ге 1 шығады. 25-5. 25 бізде 5, ал 5 бізде 1 болады. Солайша бізде 10-1 шығады. Екіншісіне бізде 25 бөлу 25-6 бөлу 5-3
тең болады 25-тен 6 көбейту 3-тен 5. Тең 6 мен 3 қысқарады. 6-ға 2, 3-ке 1. 5-ке 1, 25-ке 5. Қойша бізде 5 пен 2 шығады. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ па? Түсінікті ма барлығыңызға? Жақсы. Сіздердің қорғауларыңызға 8 балл. Өздеріңіздің қоржындарыңызға қоса беріңіздер, 8 балл. Қорғағанымыз үшін 8 балл. Мұқият қараймыз, тыңдаймыз. 15 жасқа арналған торттағы шамдардың санын 3-ке бөлуге болады. Торттың әр бөлігінде 5 шамнан бар. Біз берілген тортты 5 бөлікке де бөле аламыз. Сонда торттың әр бөлігіне 3 шамнан болады. Бірақ бір нәрсенің 3-тен 1 бөлігі дегеніміз не? Бөлшектерге бөлу, көбейту сияқты қарапайым. Сіз санды жай ғана бөлінгіш бөлшектің кері бөлшегіне көбейтесіз. 3-тен 2-ні 6-дан 5-ке бөлу үшін 3-тен 2-ні 5-тен 6-ға көбейту керек. Жақсы, түсінікті ғой балдар? Мақтап қойындар. Маркермен белгілесіңдерші? Мақтап белгілеп қойындар, бірінші тапсырмаға жаңа берілген балдар. Қояларыңдар. Ал енді балдар кітаппен жұмыс жасаймыз. Кітапты ашамыз. 607, 608 есепті шығарамыз. Кітапты ашамыз. 607, 608. Әр топтан шығар. 2 топтан 2 оқушы шықсыншы. 607-ге, 608-ге бір оқуштан шықсын. Келе ғой Сұлтан. Есепті тексереміз. Яғни 1-ден 3 бөлі 9-дан 1. Бірінші амал өзі түскен. Бөлігі көбейтуге айналдырған. Екінші бөлшек орындар ауысып түскен. Бөлімі алымына барған, алымы бөліміне келген. Сөйтеміз да қысқартамыз. Қысқаратын бізде сандар бар ма? Жоқ. Жоқ болса, онда қатар тұрған, алымда тұрған сандарды көбейтеміз, бөлімде тұрған сандарды көбейтеміз. Алымы 27-ге тең, бөлімі 1-ге тең. 1-ге тең болғандықтан 1-ді жазбаймыз, бөлшектің бөлімін. Алымын ғана жазып, қалдырамыз осылай. Өте жақсы, жарайсын. 8 балл қоссақ болады, бірінші топ. Ал екінші топ. Бірінші топтың есебін тексерейік. Яғни 3-тен 1, 9-дан 1 ма, сендері тош болса ма? Тош бірінші бөлшек өзі түскен, екінші бөлшектің орындары ауысып түскен, соңында 3-ке тең болған. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма топпен жұмыс балдар. Сәйкестендіру тестін орындаймыз. Топпен тексеріп, сәйкестендіру тестін орындаймыз. Қағала ойындар, сәйкестендіру тесті. Енді бірінші топтықын үшінші топ тексереді. Үшінші топтықын екінші топ тексереді. Екінші топтықын бірінші топ тексереді. Енді ал тесі тексереміз. Үшінші топ тексердік, бөлшектер көбейді. Дұрыс па барлық тапсырмалары? Өте жақсы жарайсыздар. Бірінші топтың тексерілді. Ал екінші топтың бірінші топ тексерді, Дұрыс па барлығы тапсырмалары? Өте жақсы. Екінші топтың қайда тексерді?
Екінші топтың үшінші топ тексерді. Дұрыс па барлығы тапсырмалары? Екінші топтың тапсырмалары? Жарайсыздар, жақсы. Тапсырмамызда Кузиском форматы арқылы тапсырма орындаймыз. Ол үшін мен сендерге телефондарына ссылка жіберген. Ашамыз сол ссылканы балдар. Ссылканы аштық па? Ал, болды, бастай берем. Кіріп алдық па? Қалғандарымыз кіреміз тездетіп. Бастаймыз балдар. Тестінің бірінші орында Ғалымалан 8 есебі дұрыс болған. Екінші орын Медина тоже 8 есебі дұрыс. Нұралиде 8 есебі дұрыс. Қошан Аружан мен Саняда 5 есептен, Мағжанда 3 есебі дұрыс. Жақсы, келесі тапсырма бізде. Келесі тапсырма сабақты қорытындылау мақсатында сендерге сұрақ жауап алайын. Бастадық. Бірінші топ. Тәуелшіктер қосылтауда. Бірді 12-ден 5-ке бөлеміз. 5-12. Өте жақсы. Өздеріңізге 8 балл қосылсаңыздар. Келесі екінші топ. 4-ден 7-ні бөлеміз 12-ден 5-ке. 4-ден 7-ні бөлеміз 12-ден 5-ке. Қанша шығады? 3-ден 35. 3-ден 35. 11,3. Өте жақсы. Жарайсыңдар. 8 балл қосамыз. Келесі топ. Үшінші топ. 2-ден 5-ті 12-ден 5-ке бөлеміз. 6. Аха, 6. Өте жақсы. Жарайсыңдар. 8 балл. Үйге тапсырма балдар. 6 балл. Үйге тапсырма 607, 608 есептердің жұптары. Ал қазір кері байланыс күтеміз сіздерден. Жалықтырған немесе түсініксіз болған тұстарында жазасыздар. Қай әдіс жалықтырды сіздерді? Қай әдіске түсінбедіңдер? Соны жазасыздар. Ал қызықты топқа оқушылар өздерін таң қалдырған немесе жаңа ақпарат туралы проблеманы шешу жолдары жайлы жазады. Қандай жаңа ақпарат алдыңдар? Соны жазасыңдар. Қандай әдіс сендерге қызықты болды, қай әдіс сендер таң қалдырды? Соны жазасыңдар. Қайсысы ұнаса соған қоясыңдар. Түсінікті ма балдар? Тез кері байланыс жазамыз. Минус тобында ешқайсысы жалықтырған нәрсе болады ма? Барлығы ұнады ма? Ешқандай сұрақ жоқ па сонда? Қанша балл болды? Жалпы? 75 ұпай, жақсы, жарайсыздар. Екінші топ? 69 балл ма? Жақсы. Үшінші топ? Жақсы, жарайсыздар. Бірінші топ, бірінші орында. 10 балл сіздерге бүгінгі тапсырмаға. 10 балл. 69 балл? Ал сіздерде? 70. 9 балл, 8 балл. Бүгін қатысқандарыңыз үшін рахмет балдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.